Бәйдібек ауданындағы Нұрболат шаруа қожалығының жетекшісі Кенжеәлі Мұғалбаев байсары қой тұқымын өсіріп, мал шаруашылығында мол жетістіктерге жетіп жүрген жанның бірі. Қазақтың қылшық жүнді қойына Еділбай тұқымын, Тәжікстаннан Гиссар тұқымын, Қырғызстаннан, кейін Ауғанстаннан Қошқара келу нәтижесінде байсары деген жаңа тұқым шықты. Бұл еліміздегі ең соңғы жаңа қой тұқымы 2023 жылы ресми патентін алды. Қазіргі уақытта елімізде бірнеше шаруашылық селекциялық жұмыспен айналысады. Міне солардың бірі Нұрболат шаруа қожалығы мал шаруашылығын 1991 жылы әкеміз бастап қолға алдық деген Кенжеәлі Есіркепұлының айтуынша бертін келе әке жолын қуған ұлдары малды асылдандыру ісіне мықтап ден қойған. 2008-де әкеміз қайтыс болып дүниеден өткеннен кейін Нұрболат Есіркепұлдың туған ағам бар. Сол кісі басшылық жасап, Алланың қалауымен пародағы жұмыс істей бастадық. Неге дегенде ең дәуір саулық 25 келі шығады негізінде. Ең дәуір ұстасаң 25 келі шығады. 1000 қой ұстайсың. Сол қойдың жеген шөбімен қазір біздің жаңа пародамыз, байсар деген парода екеуі бәшті бір тамақты жейді, бірақ біздің парода саулықтар 60-70 килограмм шығады. Қазір таңда 4 айлық, 5 айлық еркек қозылары 25 кило мен 30 килоның арасында айналады. Сондай қой ойлап шығардым. О қойлардың шығу тегі өзіміздің қазақ қылшық қойларымызға Еділбай қошқарды қойып, Гиссар қошқарды қойып, Ауғанстаннан қошқар әкеп қойып, одан қасымызда іргелес жатқан қазақ-қырғыз бір туған дейді ғой. Қырғыз бауырларымыздың қазіргі таңда қырғыз Тибет, ол кезде қазір Арашан деген парода шыққан оларда, солардың қошқарын әкеп қойып, содан шыққан қозыларды будандастырып, соны байсары қып 2023 жылы декабрь айында патентін алып, регистрациясын жасап, қазіргі таңда менің шаруашылығымда аналық бастан 2300 бас таза байсары бар, племенной статусымен 800 2025-тің қозысы бар. Қазіргі таңда Нұрболат шаруа қожалығында. Бұл қойлардың ерекшеліктерін айтып кететін болсақ, байсарының біздің оңтүстік өңірді білесіз өзіңіз, өте қатты ыстық күн, сол ыстыққа орай бұлардың құйрығы көтеріңкі, тез ет алады. Одан кейін қой туған кезде адам күшін көп талап етпеу керек. 10-15 минуттен қозысын етіп кете береді. Жайылымға, ыстыққа, суыққа төзімді, өте етті тез жинайтын крупный қой енді. Қазіргі таңда бәрін Алланың қалауымен қолдан жасадық негізінде. Құлағын қолдан ұзарттық, белін ұзарттық, бойы 1 метр қазір қошқарларымыздың ең кемі. Қазіргі таңда көрмелер болып жатады бізде. Көрмелерді осы 2017-тен бастап Қазақстанда іс-шаралар жүріп жатыр. Ең бірінші көрмеде 160-170 кило шыққан ауыр салмақ. Қазіргі таңда 231 килограмм, ертеңгіде миллион атты қошқар, Қуаныш Мұхтай ағамыздың қошқары рекорд болып тұр ғой. Осылай деген Нұрболат шаруа қожалығының төрағасы Кенжеәлі Мұғалбаев байсары қой тұқымының өзгелерден ерекше екендігін айтады. Ең бастысы күннің ыстығына да, суығына да төзімді. Кез келген климатқа тез бейімделеді. Басқа қойларға қарағанда бір жылда 3 есе салмақ қосатын көрінеді. Ал енді негізінде мен өзім көпшілмін. Мен негізі тек өзімде болсам екен деп ешқашан ойлаған емеспін. Досымда болса, елде болса екен деген ниетпен, оны мен танитындардың бәрі біледі. Қазіргі Алланың қалауымен 12 адам осы байсары қой шаруашылығының негізін қалаушы авторлар. Біздің негізі мақсатымыз қазіргі таңда жастар өте қатты қызығушылық білдіріп жатыр. Қой саласында өзіңіз білесіз, қазір қошқарлар $300,000, $400,000 сатылып жатыр. Ол неге сатылып жатыр? Ол өте жақсы қоз бергеннен кейін сатылып жатыр. Қазіргі ауылдан кеткен жастардың барлығы ауылға қайтып келіп жатыр. Соған біз бір кішкентай болса да үлес қосып жатырмыз. Неге? Қаншама күніге 2-3 адам келеді, аға дейді, қалаға барып жұмыс істесем, анау болмайды, мынау болмайды осы. Өзіміз ата-бабамыз айналысқан қоймен айналыстым деп қой алып жатады. Келесі жыл сол қойды көбейтіп 1 миллионға қозысын сатқан кезде ыза болып өздері қуанып, одан да қымбат қошқарлар алып, асылдандырып, мысалда менің мақсатым негізінде осы байсары қой тұқымы бүкіл әлемді мойындатса деген ниет, бүкіл әлемде осы байсары қой тұқымы тұрса деген ниет. Бұл қойдың ерекшеліктері өте керемет негізінде. Сұлулығы да, еті де екі бағытта жұмыс істейміз біз. Әрі бағамыз, сойсаң жақсы ет береді. Сатсаң пародаға сатасың. Өте қолайлы. Ал қазіргі таңда мақсатымыз енді осы қойдың басын көбейтіп, одан кейін өзіміздің жаңағыдай етпен айналысатын бір кәсіп ашсақ деген ниет бар енді. Құдай қаласа, негізінде селекционный жаңағыдай бір производитель, қошқар шығаратын, қошқар тарататын сондай бір шаруашылық әкеп жатыр негізінде. Бүкіл елге асылдандырушы, тұқым таратушы қошқарлар шығарады. Завод дейміз ғой енді. Сондай шығаратын
нәтижеге әкеп жатыр қазір, алла қаласа осы шаруашылықта. Еттілігімен ерекшеленетін байсары тұқымды қошқарларға бүгінде қызығушылықта, сұраныста жоғары. Осылай деген шаруашылық жетекшісі бұл тұқымның құны кейбір шаруашылықтарда тіпті 40-50 мың ақш долларына дейін бағаланғандығын айтады. Ал дәл қазір Кенжеәлі Есіркепұлының шаруашылығында тұрған ең бағалы қошқардың құны 10 мың ақш долларына бағаланып отыр. Мына қара балта деген қошқарымыз қазірде 10 мың доллар тұрады, нарықта сатылады. Салмағы бұның 175 кило болған салмағы. Соның бел баласы бар, қара дауыл деген. Бұл да 10 мың доллар міне. Бұның салмағы 2 жасар, 171 кило шықты. Осы 10-ына бізде көрме болған сол жерде. Осы қара балтаның 1 жасар қосысы міне. Былтыр 2024-тің мына шеттегі. Оның бағасы 1,5 миллион теңге. Қара балта деген қошқарының төлдері, олардың бағасы 1 миллион мен 1,5 миллион деген арасында. Ал енді қазіргі таңда менде шаруашылықта қара балта деген қошқар бар. Ол қошқардың тегі Қырғызстаннан шыққан Тайсон деген атты қошқардың бел баласы 2022 жылы мен шаруашылығыма келді. Сол қошқар қалай келгеннен уже қойдың сапасы, қойдың биіктігі, әдемілігі өзгеріп, соған қызығушылық танылды. Оның қозысы 10 мың доллар болған, одан кейін 3 миллионға сатылған, 1 миллионға сатылған, әрқалай өзі қошқарлардың түріне қарап сатыла береді. Содан өзі қазір біз қозы кезінде сатқаннан кейін көп қымбат сатамаймыз. 1 миллион теңгеден максимально сатылады. Одан ары қарай кете береді ғой негізінде. Қазір енді бүгін бір рекламаға қошқарлар шығардым. Оның қошқардың алдыңғы бағасы 20 мың доллар тұрады. Ең арзан 1 миллион теңге тұрады. Өйткені аталық қошқарлар барлығы. Негізі қошқар болғаннан кейін бізден көп не алмайды. Неге десең, 5 айлық, 6 айлық кезде біз сатып қоямыз ол қошқаршы. Ол қошқар ары қарай жұмысын жасап кетеді. Сондықтан біз жаңағыдай қырғыз ағайындарымыз біздің жаңағыдай қошқарларды 2 жасарға, 3 жасарға шығарып, 1,5 жасарға шығарып жаңағыдай 30-40 мың доллар шығарып жатады ғой. Бізде малдың басы көп болғаннан кейін, сұраныс көп болғаннан кейін біз қозы кезде сатып отырамыз. Ең қымбат қозым 1 миллион теңге сатылған бізде ше. Мен шаруашылығымда 500 мың, 600 мың, 300 мың енді. Адамның состояниесіне қарап, жағдайына қарап кей кезде беріп жүретін кездеріңіз болады. Аға дейді, ол қой деген ошым ұстамаған бір қызығып жатырмын деген кезде тегін хадияға беретін жерлеріміз болады. Арзан бағада беретін жеріміз болады. Неге десек, жастарды тарту мақсатында осы салаға. Менде қазір 8 отбасылы семейный жұмысшым бар. Қазір таңда 13 адамға жұмыс беріп жатырмын. Өзіміз санамағанда. Өзіміз жүреміз, ошым 20 адам осы Нұрболат шаруашылықта жүреді ғой қазір. Қазір таңда Қазақстанда 12 автор бар. 2 докторымыз бар, ошым 14 адамнан құралып осы байсар деген тұқым шығып жатыр. Сол байсар деген тұқымның ең қымбаты қазір Қуаныш Мұхтар ағамыздан 7-8 қозымыз 40 мың доллар, 50 мың доллар сатылды. Талай жылдардан бері тынбай еңбектену нәтижесінде сапалы байсары тұқымын елімізбен қатар көршілес мемлекеттерге танытып үлгерген Нұрболат шаруа қожалығының төрағасы Кенжеәлі Мұғалбаев бірқатар жетістіктерді бағындырды. Атап айтқанда ауыл шаруашылығы саласының үздігі, қой өсіруші озат шаруашылық, қой шаруашылығының үздік маманы төсбелгілері және үздік қой өсіруші шаруашылық медаліне ие болды. Көп жерлерде жаңағы өзіміздің ісімізге қарай наградалар болады, қолдаулар, ол да бір кішкентай адамға деген мотивация береді, адам жұмысына деген жігерлігі оянады. Ел еңбегіміз елеп жатыр. Жақында Қазақстанның 6 кітабына шықтық. Үздіктер қатарынан көрініп, бір алла одан осы таза еңбектің арқасында біраз жетістікке жеткен жөніміз бар, Аллаға шүкір. Енді қазіргі нағыз көп анау ақшасы бар азаматтардың қателесетін бір жері бар да. Маған көп сұрақ қояды, Кенже дейді, мен сенен 500 қозасам дейді, келесі 1000 бола ма дейді ше. Ондай болса бар әлемде қойдан көп нәрсе болып кетпейді ғой. Ол қойдың өзінің қиыншылықтары болады. Оның қыста қарауы бар, күтімі бар. Мал болғаннан кейін ол ондай болмайды ешқашан. Ол өзінің ниетіне қарай, өзінің қызметіне қарай. Біз жыл 12 осы жерде қойдың артынан қарап отырамыз. Оны қойды күйекке саламыз. Қошқардың қанын алып тексереміз. Қойдың қанын алып тексереміз. Ол жерде бір қателік кететін болса, бір жылдық өнім кетеді. Ауру қозылар туылады, өлі қозылар туылады. Сондықтан бұның көрінбейтін өте қиыншылықтар көп. Жәндегі анау бай бағлан өзім бауырларым, достарым, жәндегі көп сұрақ қойып отыратын жігіттерге айтарым, қойда қиыншылық көп. Бірақ пайғамбарда қой баққа дейді, қойда береке бар. Бірақ ол түсіну керек, сезіну керек негізінде. Ал жаңағыдай 500 қой алсам 1000 қой бола ма деген ондай болмайды ешқашан. Еңбек керек ол жерде көп. Ал қазіргі жастарға айтатыным өте жақсы нәрсе ғой негізінде. Мен мысалы
басқа кәсіп істейміз ғой енді. Бұл қой өзіміздің жұмыс болғанмен біз қалада жұмыс істеймін өзім. Сағынамын ғой. Қаладан келем да қошқарларды көріп, қойларды көріп өзім мауқым басылып, анау ол қызығушылықтың арқасында ол не нәрсеге адам қызығады, соның түбіне жетеді. 10 қой алып, 20 қой алып, сапалы қой алып, соны ары қарай дамытып, асылдандырса біз кеңесіміз беруден ешқашан шаршамаймыз. Ақыл айтуымыздан, қалай, мысалы қараңызшы қораларды күн түсіп тұру керек қойға. Мысалы, оның бәрінің ережесі бар да. Бүгінде Нұрболат шаруа қожалығының аграрлық сектордағы әлеуеті мол. Бұл тұрғыда талай жылдардан бері шаруашылық жұмысын тиімді ұйымдастырып келе жатқан Кенжеәлі Есіркепұлының тынымсыз еңбегі арқасында бүгінде мал бордақылауға және төлдетуге арналған шаруашылық базасы да ұлғайтылып келеді. Ең бастысы, бұл аумақта жем-шөп сақтау орындары да қарастырылған. Қыстың күні қой туғанда әбір-жүмеудің мақсатында мынандай бір кереметтей қора соқтым. Ұзындығы 40 метр, ені 22 метр. Қыстың күні осы жерде қой тұрады. Шетін күлеңкімен жартысын қораның 20 метр жерін круговый айналдырып жауып қоямыз. Оны полный жауатын болсаң, қойларда аммиак деген нәрсе болады, оны қатты испарение болады да, өздерінің зәріне өздері уанады. Сол үшін бір бетін ашып қоямыз. Қазір мен сізге бұл жерді түсіндіріп жатқан себебім, қазір қой асырап жатқан жігіттерге, достарымызға, бауырларымызға бір кішкентай болса лайфхак дейді да. Міне кереметтей осындай бір қора соқса, 1000 қой тудырады осының ішінде. Ана бұрышта тұрған бөлмеге мен бұл қораға газ кіргізіп қойғам. Мына қорада полный природный газ бар. Сол бөлмеде пункт істеп қойғам, теплый пол асты. Ол кезде түнде туған қозыларды жаурақ қамас деп сол ішке қойып қоямыз. Азанға шейін денесі кеуіп тұрады. Азында уже басқа бөлмеге алып кете береміз. Осындай бір кереметтей бір қора соғып қоятын болса, мына жерде 1000 қойды туғызуға жағдай жетеді. Енді мал ұстағаннан кейін малдың жемін жинайтын, шөбін жинайтын жер керек қой. Ол жеріміз жем жинайтын қораны бір көрсетейін деп жатырмын. Енді осындай жобалар баста 2012-де қойды өте қатты асылдандыруға ақша керек болғанда, агрокредит корпорациядан 5%, 6% мемлекеттің жеңілдетілген бағдарламасымен 100 миллион теңгелеп алдық қой негізінде, Аллаға шүкір. Олардан құтылып қойдық қазір. Соны алып дұрыс бағытта жұмсап, дұрыс бағытта жұмсалған нәрсе дұрыс нәтижесін береді ғой. Қайтып оның бәрін қайтарып, мемлекеттің де кереметтей бір көмек тиіп жатқан жері бар, Аллаға шүкір. Шаруаларды қолдап, 5% деген өте үстемесі аз да. Биыл енді өте қиындау болды. Диқандардың бидайлары шықпай қалып, біздегі жер тап-тақыр болды. Енді алаңғолы анау диқандардың поляларын сатып алып, сол жерге барып жайып, биыл жылдағыдан 3 есе шөп қат жинап жатырық. Онысынан шөп деген, жоңышқа деген 1000 теңге, 1,5 мың теңге деген осаққа болған емес. Биыл уже 1300, 1400-ден 1 үштік пресс сатып алып жатырық. Жантақ деген нәрсенің өзі 300 теңгеден 400 теңге асқан емес. Қазір кеше түсірдім өзімен 3 күн бұрын 850 теңгеден болды. Қуанышылық бізге қатты әсер етіп жатыр. Қазір ақшаның көп бөлігі осы малды қыста қалай алып шығамын, қыста көктемге қалай жетсем, келесі жыл жақсы болады деген ниетпен әйтеуір биыл барынша 50 тонна жем жинайтын болсақ, қазір 150 тонна жем жинап жатырық. 5000, 6000, 10000 пресс жинайтын болсақ, 30000 пресс жинап жатырық. Неге десек, қыс қалай келетіні бізге белгісіз болып тұр. Аналық басқа жылда 4000 теңгеден субсидия мемлекет беріп отыратын еді. Ол субсидияны алып тастады қазір. Берілмейді қазір шаруашылықтарға. Шаруашылықтардың бір қатты қазір қиын болып жатқан жер сол болып тұр. Қозға беріледі дейді, бордағы откормға дейді. Біз сияқты производитель шаруашылықтарға ондай откорм, ондай нәрселер бізге тура келмейді. Асылтұқым қазір вообще алып тастады. Тек қоз сатсаң береді, қоз алсаң беретін қой, енді ол халыққа сәл сол қиындау болып тұр. Негізінде осы төлге беретін субсидияны негізі алмау керек еді. Өйткені қазір біз Байсар деген қой тұқымын шығардық, енгіздік. Сол қойдың ары қарай дамуына субсидия жоқ енді. Адамдарда оған уже қызығушылық болмай қалады. Осы нәрсеге негізі мемлекет тиіспеу керек деп ойлаймын да. Біз шаруамыз ғой, біз нағыз осының ішінде жүрген адамбыз да. Сыртта отырғандар қалай ойлайды білмеймін де менше. Іштегі осы жер сәл дұрыс болмай қалды негізі. Жылда 4000 теңгеден берілетін еді, қойдың шөбі шығатын еді өзінен. Биыл қуанышылық болды, субсидия берілмеді. Әйтеуір илалап, қойларды сатып, қозыларды сатып,
амалдап шөп жеп жинап жайымыз бар. Биылдан шықсақ жақсы болады деп ниеттен тұр негізінде. Абай Омаров, Райымбек Әмзе, Кемел арнасы.